Сәлем қайырлы күн достар. Мотоциклдің зажиганиясын қалай қою керек? Енді көп санды кісілердің сұрап жататыны. Косы поршынды айырбастағанда, гильзаны айырбастағанда зажигания өзгере ме деп көп кісілер соны сұрап жатады. Мынау енді жаңа құрап жатқан моторымыз. Сіздерге зажиганияны көрсете кетейін. Міне мынау шпонка. Шпонканың тура тұсында тұрған, міне дәл осы нүкте біздің зажиганиямыз. Осыған мына үстінен келетін шештерінатағы да міне 0 деп тұр. Осы екеуі бір-біріне тура киіліп келеді. Міне тура бір сызықтың бойында бір-біріне киіліп келеді. Міне бұл біздің айтып жүрген зажиганиямыз осы. Бұл колесо поршын айырбастағанда ешқандай өзгермейді. Тек қана коробканы ашсақ, не болмаса осы шештерін ауыстыратын болсақ, сол кезде ғана өзгереді. Басқа кезде ол мүлдем өзгермейді. Сондықтан бұл зажигания өзгеріп кетеді деп алаңдаудың еш қажеті жоқ. Бұл видео алдыңғы мотоциклдің моторын құрағанда да көрсетілген. Егер қандай да бір қажетіңізге жарайды, тағы да көремін десеңіздер, осы каналға подписаться етіп тіркеліп қойсаңыздар, барлық видеоны керекті уақытында көре аласыздар. Болды, міне бұл зажигания қойылды әзір. Енді ешқандай алаңдамай колесо поршын айырбастай берулеріңізге болады. Мынау жаңадан ашылған мотор. Астындағы қысып тұратын керекш тиягын да алып тастағам. Оны да бірге тарта кетейік. Енді бұны тартудың әдісі ақырында осыны соғып қоясыздар. Соны қатайтып бұрап отырасыз. Соны тағы да сәл қатайғаннан кейін, тағы да жаңағындай соғып қойып бұрап отыру керек. Егер бұл видео қажетіңізге жарап жатса, онда міндетті түрде подписаться батырмасын басып, каналға жазылып кетіңіз. Тек сонда ғана біздің осы каналға салған барлық видеоларды кез келген уақытта өзіңіздің қажетіңізге қарай таба алатын боласыз. Келесі видеода кездескенше сау, саламат болыңыздар. Болды. Жеріне жетіп болды. Осы біз үнемі айтып жүрген зажиганиямыз.